Әрбіреуіміз Мгм. өзіміздің өміріміздің, өзіміздің кеңістігіміздің құдайымыз, әрбіреуіміз. Менің өмірімде тек қана мен қалаған нәрсе ғана болады. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін, неге ондай менің өмірім быт-шыт болып жатыр деп. Бәрібір соны сен қаладың, немесе бір қорқыныш арқылы өзіңе тарттың, немесе басқа бір өмірді армандадың да, сол арманыңа сай сенің өміріңде ремонт жүріп жатыр. Сондықтан түбінде бәрібір сен оны өзің қалаған. Сондықтан сондай бір өмірдің бір деңгейіне, трансформациясына жеткенде сананың сондай бір кеңейгені болады, уже берілесің. Мен шаршадым, мен уже надоел маған бағанағы проблемалармен күресу, мен я сдаюсь деп айтуың керексің, я былайша айтқанда. Яғни мен жеңілдім, мен қолымды тастадым. Осы уақытта біз өзімізді шынайы Құдайға тапсырамыз. Құдайдың бізге әкелер берекетіне қарсы болмаймыз, яғни мешайт етпейміз. Осы уақытта бізге керек, бізге шынымен де керек, біздің жанымызға шынымен де керек нәрселер тез келеді осы уақытта. Кейбір адамдардың мына ойлауы бар, мен пәтер алу үшін, квартира алу үшін осыншама жұмыс жасауым керек, осыншама ақша тауым керек, яғни бір 10 жылдан кейін ғана жетем деп. Ол дәл солай өзінің өмірін сол 10 жылға программа жасап жатыр. Ол квартираны 6 айда, бір жылда максимум алуға болады. Ол шынайы нәрсе. Себебі бұл кеңістік өте изобильный, шексіз бағанағы байлыққа, бақытқа, берекеге толы. Бірақ осылай мына өзіңнің өміріңді Құдайға тапсыру үшін неше түрлі осындай өмірдің батпақтарынан өтуің керексің. Сонда ғана сен түсінесің. Сонда ғана шынайы бағанағы мен өзімді тапсырдым Құдай, не істесең де оны істе деп айтсаң, осы уақытта шынайы бақыт келеді. Осы уақытта мына машинаға, квартираға, балаға, күйеуге біз жабыспаймыз. Тек өзіміз бармыз. Просто болуың керексің, болды. Енді тағы да бір ойлау мүмкін. Қалай сонда просто болуың керексің? Мен сонда кроватьта жатып алам ба дейсің, я? Кейбір адамдар айтады, сонда мен бағанағы лентяй болып кетем ғой деп. Жоқ. Просто ештеңе жасамайсың, просто боласың. Осы уақытта ішіңнен, жүрегінен шыққан импульстарды ғана жасайсың. Мысалы, сен кроватьта жатсаң, дәретің қысылып кетсе, мен просто жатырмын деп, дәретті сол жерге жібере бермейсің ғой. Сен дәретханаға жүгіресің. Сол уақытта, осы уақытта просто бағанағы саған идея келе бастайды, ал давай тамақ ішейін. Или просто бір идея келе бастайды, а давай мен Инстаграмға бірдеңе салып көрейін деп, сол просто жасағаның атып кетуі мүмкін. Яғни саған бір подписчиктер алып келеді, саған бір ұсыныстар алып келеді. Сол импульсты тыңдап үйрену керек. Сол мына Құдайдың өмірдің нағыз импульсы осы.